Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы осы дәл қазір өтіп жатқан Еуропа чемпионаты бізге көптеген жұлдыздар сыйлады десек болатын шығар. Патрик Шик, мысалға Леонардо Спинацола, осы уақытқа дейінгі кішкене аттары қалың көпшілікке мәлім болса да, ойын жағынан көп адамға таныла бермейтін ойыншылар, сол Мануэль Локотелли де сол қатарға қоссақ болады, мысалға Дензел Думфрис. Алайда осы ағылшын ұлттық құрамасында күтпеген жерден 2-1 футболшы өте керемет ойын көрсетіп жатыр. Біріншісі әрине қалың көпшілікке жаңалық болып келген ол Марсело Биелсаның қол астындағы Келвин Филлипс болса, екіншісі көпшілікке біраз жылдардан бері таныс, алайда өзінің потенциалын толыққанда көрсете алмай келе жатқан, жылдан жылға сол Манчестер Юнайтедтің сол қанаттағы қорғаушысы Люк Шоу болатын, және осы Еуропа чемпионатында Люк Шоудың нағыз сондай жұлдызының жанған сәті десек болатын шығар. Жалпы Люк Шоудың талантты жас қорғаушы деп аталып келе жатқанына биыл 8-ші жыл өзім білетін. Сонау байырғы сенсация болған ең алғашқы Маурисио Почеттиноның қол астындағы сол Адам Лаллана, Натаниэль Клайн, Пол Ламберт сияқты жұлдыздары бар, жаңа Джей Родригес сияқты жұлдыздары бар Саутгемптонмен сол премьер-лигадағы нағыз сенсация көрсеткен маусым 2013-2014 жылғы маусымда ең алғашқы рет 18 жасар Люк Шоудың сол уақытта бағы жанған болатын, және 2014 жылдың жазында Манчестер Юнайтедке 38 миллион евроға ауысқан болатын 18 жасында, және сол уақытта бұл трансфер жайында сынамаған адам болмаған десек болатын шығар. Жозе Мауриньо да, басқа да ағылшын футболының білікті өкілдері Манчестер Юнайтедті сол бір сәтсіз трансфер жасады деп өте көп сынаған болатын. Әрине, бірінші кезде мен өзім де Люк Шоудың сондай бір хейтерлерінің қатарында болдым десем болатын шығар. Патрик Евра жаңа ғана клубтан кеткеннен кейін сол 3-ші номерді алған, сол уақытта Люк Шоу өте сәтсіз ойын көрсетті өзі. Мен Люк Шоуды осы Еуропа соңғы маусымға дейін Манчестер Юнайтедтің өткізген Люк Шоуды ешқашан қолдаған емеспін, жақсы қорғаушы ретінде көрген емеспін. Өзі артық салмаққа жиі жинап алатын, жарақат алуға бейім, және де 38 миллион деген бағасы бар ойыншы. Әрине ол өте сәтсіз болатын, және де өзінің толыққанды өнерін, өзінің толыққанды потенциалын көрсете алмай келе жатты, жоғарыда айтып өткендей. Алайда оның да өзіндік себептері бар. Бірінші маусым әрине өте сәтсіз болды. Ол бірінші маусымда жалпы Люк Шоу Манчестер Юнайтедке ауысқан уақытында ол үлкен жұлдыздармен бір қатарда келді ғой, мысалы Анхель Ди Мария, Радамель Фалькао, Дейли Блинд, Андер Эррера сияқты ойыншылар, және ең соңғы аталған ойыншыдан басқа барлығы да сол маусымда сәтсіз өнер көрсетті десек болатын шығар. Жалпы Манчестер Юнайтед сәтсіз өнер көрсетті, ал Люк Шоу сол өзінің алғашқы маусымынан ақ жарақатқа бейім екенін көрсетіп қойды. Ал екінші маусым 2015-2016 жыл маусымда өте сәтті бастағанымен, өкінішке орай сол Чемпиондар лигасында сол бір жарақат алып, ПСВ-ге қарсы ойында қателеспесем жарақат алып, өте ауыр жарақаттан кейін, әрине ондай жарақаттан кейін өзінің деңгейіне, профессионалды деңгейіне қайта оралу көп футболшының қолынан келмейді. Жас футболшының қолынан тіпті қиын оны жасау. Және сол уақыттың аралығындағы психологиялық сондай бір турбулентный дейді ғой орысша, сондай уақытта командаға Манчестер Юнайтедке бас бапкер болып Жозе Мауриньоның келуі де Люк Шоуға ауыр тиді десем болатын шығар. Себебі Жозе Мауриньо өзіңіз білетіндей өте сондай бір инфантильді адам, болған ұнау мүмкін емес деп айтсақ болатын шығар көптеген футболшыларға. Және Манчестер Юнайтедтегі бірінші жаңағы Жозе Мауриньоның қабағына ілінген, қаһарына түскен ойыншы ол әрине Люк Шоу болды. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өте көп сынады. Және осы тұста Манчестер Юнайтедтің басшылығының жаңағыдай бір кішкене инфантильдігі көзге түседі десек болатын шығар. Ақшаны көп бөлмейтін трансферге Жозе Мауриньо жалпы қорғаушыларды өте қатты бағалайтын ойыншы. Сол қанатқа италиялық Матео Дармианды да, Люк Шоуды да ол толыққанды жаңағы идеалды қорғаушы ретінде көрмеді да, және сол қанатқа көптеген қорғаушыларды сатып алғысы келді, және де алайда өкінішке орай ма, әлде қуанышқа орай ма, қазір Манчестер Юнайтедтің басшылығы сол уақытта ақша бөлмеуіне байланысты, сол қанаттың қорғаушының ақша бөлмеуіне байланысты амалдың жоқтығынан Жозе Мауриньо соңғы маусымда да Люк Шоу мен Матео Дармианды қатар ойнатты. Тіпті Эшли Янг та осы позицияда ойнап кетті соңынан. Және де соның арқасында деп ойлаймын, Люк Шоу сондай қиыншылықтарды жеңіп өтіп, қазір мысалы Манчестер Юнайтедтің соңғы маусымындағы нағыз сондай бір ключевой ойыншы дейді ғой, Бруно Фернандешпен, Поль Погбамен, Маркус Решфордпен бір қатардағы нағыз сондай бір
орны бөлек ойыншыға айналды да, тіпті биыл Манчестерлік дербиде де гол соқты. Алайда өзінің бірінші голын Люк Шоу 4 жыл уақыт дегенде соққан болатын, Лестердің қақпасына 2018 жылы. Айтып жатырмын ғой, өте сондай бір өзінің потенциалын көрсетуі қиын болған ойыншы, және өте сондай бір қиын психологиялық та, жаңағыдай физикалық та қиындықтан өтті Люк Шоу осыған жетем дегенше. Және де қазіргі жеткен деңгейі әрине Люк Шоудың бұл да толық деңгейі емес деп айта аламын, себебі Люк Шоу көп нәрсеге қабілетті екенін қазірдің өзі дәлелдеп қойды, және алдағы маусымдарда тек қана сондай бір алға қарай жылжуын күтеміз, прогресс күтеміз әрине Люк Шоудан. Алайда біздің басындағы қиындықтарға қарамай Люк Шоудың бір парадоксы, ол Люк Шоу мысалы сол Жозе Мауриньоның да Луи ван Галдың да қол астында Люк Шоу өзінің өткізген матчтарын ешқашан нашар өткізбеген. Сондай бір парадокс. Жеке өзінің статистикасын қарасақ, тіпті Манчестер Юнайтед нашар ойын өткізген уақыттардың өзінде де жеке өзінің статистикасы ешқашанда сол бір көрсетілген деңгейден төмен болған емес Люк Шоудың. Жай ғана менімше Манчестер Юнайтедтің жанкүйері ретінде біз әрине бірінші кезекте бағасы оның жаңағыдай жоғары ұстап тұратын, көптеген жаңағыдай көп нәрсе күтетініміз әрқашанда, және де Патрис Евраның команданың нағыз аңыз ойыншысының орнын басқандықтан одан Патрис Евраның деңгейін көбірек күткен сияқтымыз, және күткеніміз сол іске сай келмей қалған уақытта мен Манчестер Юнайтедтің жанкүйері ретінде ол әрине жаңағыдай разочарующий дейді ғой орысша, сондай жағдай болған болатын. Алайда Люк Шоу өзінің қандай қорғаушы екенін осы Еуропа чемпионатында көрсетті деп ойлаймын. Басты жаңалықтардың бірі ағылшын ұлттық құрамасындағы басты жаңалықтардың біріне айналды. Жалпы биылғы ағылшын премьер лигасының да нағыз сондай бір керемет ойыншыларына айналды. Өзім айта кеткен болатын, өткен жылғы видеоларым бірінде өткен жылдың өзінде Люк Шоуға көп адам сенбейтін, себебі өткен жылы 17 жасар Брендон Уильямс негізгі құрамнан ығыстырып тастаған кездері болған. Алайда осы биылғы маусымда 2020-2021 жылғы маусымда әлі де жалғасып келе жатқан осы Еуропа чемпионатымен Люк Шоу өзінің қандай істерге қабілетті екенін көрсетті деп ойлаймын. Әрине Манчестер Юнайтедтің жанкүйері ретінде Люк Шоуға алдағы маусымда тек қана табыс тілеп қаламын, осы деңгейінен төмен түспесін, жоғары көтерілсін дегім келеді. Міне достар, бүгінгі қысқа да болса осы Еуропа чемпионатының басты қаһармандарының біріне арналған видеом. Әрине Еуропа чемпионатының матчтарына шолу жасай алмай жүрмін әзіргі уақытта, уақыттың тығыздығына байланысты. Алайда видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса әдеттегідей арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Batinho KZ арнасы.